Сәлем достар, назарларыңызда Репортер ТВ және оның жүргізушісі мен Аружан Абайқызы. Бүгін сіздерге таэквондо корейлік жауынгерлік өнер түрі туралы толығырақ айтып, ережелермен таныстыратын боламын. Ендеше бірнеше минут уақытыңызды бөліп, экранға жақындай отырыңыз. Таэквондоның негізгі мақсаты қарсыласқа қол мен аяқ арқылы соққылар жасау. Бұл спорт түрі тек өзін-өзі қорғау әдісі ғана емес, сонымен бірге дене және ақыл-ой жүректігін арттыруға көмектесетін спорт түрі. Таэквондо спорты шамамен 2000 жыл бұрын Кореяда пайда болған. Алғашында әскери өнер түрі ретінде танылса, кейіннен яғни 1950-1960 жылдары спорт ретінде дүние жүзіне тарала бастайды. 2000 жылы Олимпиада ойындарының бағдарламасына енгізіліп, сол жылы Сиднейде өткен Олимпиада ойындарына таэквондодан барлығы 103 спортшы қатысқан. Ал биылғы Париж 2024 ойындарына 8 салмақ дәрежесінен 128 спортшы өнер көрсетті. Олардың 64-і ерлер арасында, ал қалған 64-і әйелдер арасында бақ сынады. Таэквондода белбеу түсі спортшының деңгейін көрсетеді. Ақ белбеу жас жауынгер екенін айқындаса, қара белбеу шеберлік деңгейі жетілген жауынгер екенін дәлелдейді. Таэквондодағы ережелер жарыстың түріне және кіретін федерацияға қарай өзгеріп отырады. Жалпы әлемде екі бірдей танымал федерация бар, олар дүниежүзілік және халықаралық таэквондо федерациялары. Ал Олимпиада ойындары осы дүниежүзілік федерацияның ережелеріне негізделген екен. Жекпе-жек әдетте 2 минуттан тұратын 3 раундты құрайды, бірақ уақыт жас ерекшеліктеріне байланысты өзгеруі әбден мүмкін. Сондай-ақ әр раунд арасында спортшыларға 1 минуттық үзілістен беріліп отырады. Жекпе-жектегі соққылар дене және бас аймақтарына бағытталады. Нақтырақ айтсақ, қол мен аяқ арқылы кеуде аймағына, ал аяқпен тек басқа соққы жасауға рұқсат етілген. Таэквондо басқа жекпе-жек түрлерінен аяқпен жасалатын соққылар арқылы ерекшеленеді. Сондықтан негізгі тәсілдердің барлығы аяқ арқылы жүзеге асады. Сәйкесінше ұпайлар аяқпен жасалатын соққылардың дәлдігіне және нақтылығына қарай беріледі. Ал заңсыз соққылар, ұстау, итеру немесе рұқсат етілмеген аймақтарға соққылар жасаған жағдайда айыппұлдар беріледі. Нәтижесінде 3 раунд бойы көп ұпай жинаған спортшы жеңеді. Егер қарсыласты нокаутпен есінен таңдырған жағдайда ойын тоқтатылып, қарсы тарап жеңіс туын желбіретеді. Таэквондода тәртіп қатаң сақталады. Әсіресе спортшылар арасында бір-біріне құрмет көрсету таэквондодағы басты заңдылық. Сондай-ақ жекпе-жек алдында және соңында қарсыласқа төрешіге бас ию дәстүрлі рәсім болып есептеледі. Достар, сіздерге айтылған ақпараттар ұнады ма? Егер ұнаған болса, парақшамызға жазылып, осы видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Репортер ТВ-ның келесі шығарылымында қандай жекпе-жек түрін көргіңіз келеді, астына жаза отырыңыз. Сіздермен бірге болған мен Аружан Абайқызы. Сау болыңыздар.